12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Отбасы елдің тірегі. Отбасы ынтымақтастықтың, құрмет пен сүйіспеншіліктің ошағы. Біздің Әулиеата өңірінде абырой асқан, мерейі тасыған отбасылар өте көп. Отбасы әркімнің бақыт мекені. Біздің түсірілім тобы сіздің шаңырағыңызға қарай бет алды. Күтіңіздер. Отбасы бақыт мекенім. Бүгінгі бағдарламамыздың кейіпкері Қазақстан Республикасының құрметті азаматы, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы саласының үздігі, Шу ауданындағы Көкқайнар ауылының тұрғыны Бақтыбай Сабырұлы, отбасының барлық берекесін келтіріп, шырайын келтіріп отырған Шынармен қалай таныстыңыздар, қалай тағдырларыңыз тоғысы, сол туралы білгіміз келеді. Қазірде мерейлі отбасына айналып, біраз бала шағаны, немере шөбере сүйіп отырған жағдайларыңыз бар. Отбасының бақыты үшін ең бірінші не керек деп ойлайсыз? Ер азамат ретінде. Ал енді Ғайза ханым өте дұрыс сұрақ, әдемі сұрақ. Өйткені отбасының бақыты бұл әйел азаматынан құралады деп ойлаймын. Өйткені мен Шынар Аманбай қызымен танысқан кезім. Әлі есіңізде, е? Әлі есімде. Өйткені 35 жылға жуықтапты, е? Танысқандарыңызға, отта ауырғандарыңызға. 35 жыл бұрын осы Көкқайнар ауылында Әден Бақыт деген азамат той жасады. Сол кезде Шынардың папалары, әкесі, анасы, сол Бақыт деген азаматын Эльмира мен Бақытқа өкіл әке, өкіл шеше болып, сол тойда болды. Тойға мен де шақырылған болатым. Сол тойда қарама-қарсы отырып қалдық. Алғаш рет жолықтыңыздар? Иә, алғашқы рет жолықтық. Сол кезде махаббат сезімі дейміз бе, ұшқын сезімі дейміз бе. Жылулық орталығында. Иә, жылулық орталықта бір-бірімізді түсіну, бір-бірімізді бір көргеннен көз қарасымыз дұрыс болды. Мен өзімді бақытты әйелмін деп санаймын. Өйткені бақытты әйелге кімдер керек? Ең өзіне жақсы көретін жақын адамдары, ата-анасы, бауырлары, өзінің сүйіп қосылған жары, Алланың берген балапандары, соның бәрі аман есен жан-жағында қаумалап жүрсе, сол балалардың қошеметін көріп жатсаң, жарыңның құрметін көріп жатсаң, сол үлкен бақыт деп ойлаймын.
Ана деген бәйтерегі өмірдің, ана деген алтын қазық, алтын бақ. Ана деген асыл жандар болаттай, ана деген мөлдір жандар бұлақтай. Анасын адақтаған Саудабаевтар әулетінің анасы 80-нен асып 90-ға таяған әженің бар тілегі отбасының амандығы мен ұрпағының өсіп өнуі ғана. 6 бала сүйдім. Аллаға шүкір етті отбасымыз. Кегі бар, кісіліктісі бар жегі. Атаның, қажы атамның рұмытағына кездестердім әке. Сол кісілердің немере келіні болдым ғой енді, былайша айтқанда. Сол кісілердің арқасында міне тектінді жерге келіп, тастай батып, судай сіңіп, 5 баланың анасы атанып, 64 жыл өмір сүрдім. Кәрияңыз қандай кісі еді? Кәриям өте жақсы кісі болды. Өзі біреудің жалғыз баласы, бір әкпесі болды. Сол бір балаға келдім, осы әулетке. Енем де жақсы адам болды. Енемнің қолында өзінің әкпесі болды. Бірге туған енемнің әкпесі қолымызда болды ол кісіде. 82-сінде қайтыс болды. Бір баламды сол кісі бауырына басып, емшектен шығарып алып, қойнына алып жатып жүрді. Содан жаңағы балам кішкене есейе келгенде бүйтеді. Мен әкеммен бөлемін деп. Қазір 4 келінім бар. Қайсысын жақын көресіз? Әрине қолымдағы жақынырақ әке. Сығыма, суығыма көніп отырған, өзі мінезіме, қабақ түйгеніме, жүріс тұрғаныма көніп отырған, жағдайын жасап отырған, сөзімді сыйлап, өзімді сыйлап, мәпелеп отырған. Барлық келінің де жақсы, бірақ шындығын айтқан мезетте қолыңдағы ауыртпалықты көтеріп отырған келін. Біз қазір Шу ауданына қарасты Көкқайнар ауылдық округіндеміз. Мына осы ауылдық округте естуімше 400-дей түтін бар екен, бәке. Бірақ соның ішінде мына Саудабай Қажы көшесінен өттік. Демек сіздің атаңыздың атында көше бар екен. Мұның енді әрине өзіндік себебі бар шығар, өзіндік құрмет қасиеті болған шығар атаңыздың. Сол туралы бір ауыз айтсаңыз. Енді Саудабай атама келіп тоқталатын болсам, ол кісі 3,5 жыл жүріп, Мекке Мәдинаға барып қайтқан кісі. Апам айтып отыратын, Анар апам. Атаң сол неге қажылық сапарына кеткен кезде қаншама мал басын алып, және жанындағы бүткіл осы ауылдың біраз азаматтары барған. Сонда жолда кетіп барады, мүмкін ауру болады. Кішкене қиын жағдайларда қайтыс болғандар сол жанымыз жанатқа барады деп сөйтіп отбасымен қуанып сондай болды деп. Енді о да бір өзіміздің үрдіс қой. Ислам дінінің бір Мекке Мәдина деген енді біздің Алланың мекені болған, қасиетті мекен. Сондан сондай үрдістер қалыптасқан шығар сол кезде. Ол кісі келіп Сарбұлақ ауызына келіп мешіт соққан. Асыр баласы 32 жыл осы ақша қожайға болыс болған өзінің баласы. Сондай іс-шаралар ауылда ауылдың азаматтары қол қойып, неге атамыздың атынан көше бермеске деп сөйтіп ұсыныс жасап, сонымен ауылдың көшесі сол халықтың қолдауымен болды. Әкенің берген тәрбиесін бір мектеп бере алмайды деген сөз бар. Әкенің насихатын ұғынып, дұрыс жол таңдаған баланың болашағы жарқын болары сөзсіз. Бақтыбай Саудабаев та ата-анасының жақсы үлгісін көріп өстік. Олардың әрбір ақыл кеңесін өмірімізге шамшырақ ретінде ұстандық дейді. Әкем Сабыр Бейқызұлы. Алдымда 3 ағам бар. Мұсахан Сабырұлы, Марат Сабырұлы, және Самбатхан Сабырұлы Биғажиевтер. Мен әкем кіші бала болғаннан кейін үлкен атадан қажыға барған 3,5 жыл.
сол кісінің атынан мен фамилиямды қойған, Саудабай Бақтыбай Сабырұлы деп. Әкпемнің де фамилиясы Саудабаева Гүлшақра Сабырқызы. Сонда бәріміз жоғары білім алдық. Сол әкемнің тәрбиесі өте бізге керемет болды. Өйткені бізді білімімізді қадағалайтын, ойнасақ ойынымызды қадағалайтын, футболда жүрсек те, қаяқта жүрсек те, бізге көзін, өзінің ақылын, жүріс тұрысымызды көріп, кіммен дос болатынымызды көріп, соның бәрін бақылап жүретін. Иә, бақылап жүретін. Өз атамыздан жалғыз ұл, жалғыз әкпесі бар болатын, сондықтан біздің жақсы тұрғанымызды, біздің жақсы білімді болғанымызды қалаған шығар деп ойлаймын өзім. Бірақ мен балалық шағымда өзім тасты көп жинайтынмын. Тас жинап, мен тау-кен инженері боламын деп. Әртүрлі түсті тастар ғой. Иә, әртүрлі тауға барсақ тасты жинап келетінмін. Өзім ойлайтынмын, осы бір тау-кен инженері болып, Қаныш Сәтбаев сияқты бір геолог боламын ба, арманым сондай болды. 1988 сондай бір тоқырау заманында тап болдым да, сол кезде әкеме келуге тура келді, ауылға. Кіші бала ауылда болу керек қой. Шаңырақтың иесі. Иә, шаңырақтың иесі, баласы тастап кетті деген сөзге қалмайын. Енді мен әкем осыншама уақыт оқытты ғой мен. Бір жағынан мамандығымды да қимадым. Әкем сұранысы бар, анамыздың сұранысы бар. Бір азамат болса, сол ауылға барып, қол ұшын берейін, ауылды көркейтейін, ауылды жақсы жағынан көрсетейін деген ойымда болды. Өйткені біз жан-жақты оқыдық қой. Сондықтан өз ойыммен ауылға сондай мақсатпен келдім. Біздің өзі ауылымызда Совет одағының батыры Саттар Есімесов, Герой Советский Союзы шыққан. Шоуданда жалғыз батыр. Саду Шакиров атамызда батыр, ол кісі енді таластық, бірақ бізде жұмыс істеген. Сондықтан біздің екі батырымыз бар. Деп айтасыз. Иә, деп айтамыз. Сонан кейін бізде тағы өзіміздің ұстазымыз болған Құрманқұл Кішібаев деген ағайымыз болды. Ақын, сол кісінің атында көше бар. Және Саттар Есімесов, Герой Советский Союзы мектебіміз бар, көшеміз бар. Және де мен атам Саудабай Қажы 3,5 жыл Мекке Мәдинаға барып келген, сол кісінің атынан көшеміз бар. Сондықтан ауылымыз сондай бір мәдениетті ауыл, үлгілі ауыл. Отбасы құндылығы баға жетпес асыл қасиет. Жас ұрпаққа жанды тәрбие өмір бойы өзекті өнеге екен әрбір ұлтым дейтін есті атана өскелең ұрпақ естен шығармай шыңдай түсуіміз ләзім. Отбасында үнемі тазалық, тәртіп, ар ұят, сыйластық, үлкенге құрмет, кішіге мейірім болуы тиіс. Сол отбасының құндылығы тәрбиенің бастауы ең әуелі ене мен келіннен бастау алады. Өйткені ене мен келіннің тағдыры бір. Бүгінгі келін ертеңгі ене, ертеңгі келін болашақ ене болып өмір жылжып ауысқан сайын өз жолымен сабақтастығы жалғаса беретін үрдіс. Отбасының бақытты болуы ене мен келінге байланысты деп түсінем өзім. Егер ене мен келін тату болса, балаңды сүйіп деген келінді қалай сүймеске? Сүйіп, ене жақсы құшағына алса, бірлігінің бәрі сол. Екеуміздің арқамыз табыскер аман болсын баламыздың арқасы деп түсінем. Атасы айтатын, Шынарым жоқтан бар жасайды, сақа, осы Шынарымды кездестіргеніне тоба деймін деп. Сен де тобады, зекіме, әдемі қара келінге деп сөйтіп айтып отыратын осы бақыттың жолдасына. Аллаға шүкір бағымызға берген шығар. Мінезі де, жайдарлығы да, әңгімесі де, естіген жақсы сөздерін маған жеткізіп, ішімдегі шерімді ақтарып әңгімелесіп отыратын осы аяулы өзім қолымдағы келінім. Мамам, енем десем бір алшақ қойғандай болам өзімнен. Бәкеңнің барлық бауырлары, қайнағаларым бәрі теңеше дейді. Мен ғана мама деймін. Мамам мен түскенде 52 жаста екен. Қазір
қарап отырсам 52 жаста, мен 21 жаста. Ананың жүрегі өзіміз келімізге қалай қараймыз солай ғой, жақсы көреді ғой. Арасында қатал мінез көрсетіп жатса, ол да шыңдаған шығар деп ойлаймын. Көп нәрсені үйретті ғой. Мысалы, көмбешке нан көмгенді білмейді екем. Алғашында бір өз қонаққа бара жатты да, көмбешке нан көміп жатты. Содан балам асты піскенде үстін көре саласың ғой, нан пісіп қалғанда ала саласың ғой деді. Сөйтсе, ана көмбешті мен алғамда табадан аударғам ғой. Сөйтсем асты күйіп, жаңағы енем кигенше жаңағы нанды күйдіріп алдым. Содан әбден мазам кетіп, ойпырмай енді қатты қиналдым, өйтіп қиналмаспын. Сен неке сөйтіп үйрендік қой. Балам былай емес, былай, шоқты былай қоясың. Ол көздерде көмбешке нан көмушек қой, бөлке пешіміз бар болатын, бөлке пешке нан пісіріп жататынбыз, сиыр сауатынбыз, сепараторға сүт кілегей тартатынбыз, құрт, ойбой, ол кездерде керемет. Соның бәріне мамам үйретті. Атасы бар, апасы бар, үйдің қазынасы бар дейді. Балаларда жақсы үлкенді көріп өскен, үлкеннің дастарханда отырғанда атамыз көп жақсы сөздерін айтып отыратын, шежірені айтып отыратын. Міне соның бәрін балаларым көріп өсті. Атамызды көргендеріңізде өте үлкен бір кітапты көп оқыған, білімді, тарихты да көп білетін. Мен Өскемендегі мына 3-ші балам көп сырласатын атасымен. Келгенде осы не айтасыңдар деп түннің бір жеріне дейін отыратын. Дастархан басында біз бәріміз тұрып кеткенде екеуі отырып сөйлесіп жататын. Ауыл шаруашылығы саласына солярка жоқ болып жатты, білесіздер. Не жүніміз өтпейді, не етіміз өтпейді. Сол кезде мен неден бастайым деген ой туындады. Мен өзім горнякпын, тау-кен инженермін. Соны ары ойлап, бер ойлап қой, мен бірінші мал шаруашылығынан бастайын. Мал шаруашылығымен бірге, егін шаруашылығын бірге бастадым. Қазір асыл шаруа қожалығының иесісіз? Қазір мен асыл шаруашылығының жетекшісімін. Онда бізде ірі қара мал бар. Және жылқы ұстаймыз, және қой малын ұстаймыз. Сондықтан шаруашылық және де осы ауылдағы жағдай төмен отбасыға көмектесіп тұрамыз. Бақтыбай Саудабаевты өз туған ауылы үшін бар қызметін аямаған жан деп айтуға болады. Тек ауылы ғана емес, жер ананың қадір қасиетін бағамдай білген жан. Өйткені жерді өз анасындай, анасын күндей қастерлеу бағзы заманғы ата салтымыз. Жердің тілін білсең, ол да жемісі мен табысын молынан береді. Біздің халқымыз үшін жер ана қашанда қасиетті. Жер ананы дұрыстап мәпелесең, ол да өзінің жемісін, шарапатын береді. Биылғына дәндеріңіздің өзі қандай керемет толық болып шыққан сияқты ғой. Нан болса ән болады дейді. Нан болса ән болады, иә. Енді халқымыздың осындай тірлігін алып жүрмесек, енді ауылдағы жер ана өз ризығын берем деп тұрғанда, біз оны неге алмасқа, неге пайдаланбасқа дейсіз ғой. Екіншіден бір жағы мал азығы, бір жағы адам азығы дейді. Енді бидайымыз бүгінгі таңда қазір комбайнерлар түсті есептеп көрсем 20-нын үстіне беріп жатыр екен. Бұл енді стекловидный 24 сорт. Сондықтан мен бірінші осы бидайдың сортына, сапасына мән беремін. Осыдан былтыр нары жылы Өскемен қаласынан бригада деген элита сорт септім. Ол енді басқа алаңда себілген тауда. Оларда шабамыз. Биылғы жыл енді берекелі жыл болып тұр. Халқымыз әйтеуір еліміз аман болса, жұртымыз тыныш болса, нанымыз көп болса, еліміз тоқ болса, бұдан артық не керек? Тек қана бидай арпа егесіз ба, немесе басқа да ауыл шаруашылық түрлерімен айналысасыз ба? Қанша жұмысшы бар, қанша адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырсыз? Мен мына қазір көріп жатқан жерде 10 адам жұмыс істейді.
Бұдан басқа? Иә, одан басқа шөп бригадасында 10 адам жұмыс істейді. Содан мал шаруашылығында 10 адам жұмыс істейді. Содан кейін қырманда 3-4 адам жұмыс істейді. Сонымен бір 40 шақты адамдарды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Қарауылымыз бар оның ішіндегі. Бірақ та бұл егін шаруашылығы деген енді ол Алланың құдіретімен болатын нәрсе ғой. Жаңбыр болса, мынау енді Ол тек қана адамға байланысты емес, ол табиғат анаға байланысты. Табиғат анаға байланысты. Бірақ та мен осы 97 жылдан бастап егінмен айланысып келе жатырмын. Бір күнде, бір жылда болмай қалу мүмкін емес. Хотя бы кейбірде қанша жаңбыр жаумаса да өз өнімін қайтарып беріп, затыратымды қайтарып беріп жатыр. Ал қазіргі таңда мысалы 3 план беруге, мысалы биылға жылға сондай мүмкіншілігіміз бар. Албәке, жаңа айттыңыз, мал шаруашылығымен айналысам деп. Онда кет мал шаруашылығыңызды да көрейік. Жүріңіз. Ауылында тұрмыз қазір. Міне Шу өзенінің бойы. Біздің Нариман шаруашылығы мен Асыр шаруашылығы қазір мүйізді ірі қара малмен айланысады. Және де қой шаруашылығымен айланысады. Бұл жерде 250 бастай мүйізді ірі қарамыз бар. Бұл жерде 7 бас асыл тұқымды әулие көзки бұқамыз бар. Сондықтан қазір осындай асылдандырып жатқан жайымыз бар. Бұл етті бағытта асылдандырып жатырмыз. Және де қазіргі таңда 8.000 түгіл қойылды бұл жерге. Енді барлық 20.000 қойылды қазір әр ненің басына қойдың. Қой санына келетін болсақ, 4 атар қой ұстаймыз Нариман шаруашылығында. 3.000-дай қойымыз бар қазір. Және де одан басқа біз қазір 100 гектар пияз тамшылап суғарумен айланысып жатырмыз. Жаңа жерде болып қайттық. Сондықтан бізде қазіргі таңда бір 50 адам жұмыс істейді, жұмысшылар бар. Бәрі уақытысымен айлығын алып отырады. Герой Совет Союзы Саттырес емес. Оғышын көшесін бірінші жасаттым. 17 миллионға жасалды ол кезде. Осыдан бір 7-8 жыл бұрын. Соның ойын Саудабай қаржы көшесі жасалынды. Сода ретімен бюджетке қарап, клубымызды жөндеттік. Сондай тірліктерді ауылға деген өзіміз көз қарасында. Енді ауылдағы бірінші өзіміз бағдарлама құрғанда ауылға айтылған нәрсені істемесек, онда қалай болады? Депутаттардың және де мен ақтау болды десеңші. Иә, бірінші мақсат сол халықпен. Мен өзім Ақсу ауылынан да депутат болып сайландым ғой. Онда көше жүруге мүмкін болған жоқ. 17 километр қашықтық. Сөйтсем қарап отырсам аудандық мәтіні бар жолда екен, Ақсу ауылы. Ол жолды біз облыс әкімімен келісіп барып, облыстың маңызы бар жолдарға деп 2 рет күрделі жөндеуден өтті. Ауылда да тірлік жасауға болады, ауылда да үлкен істер жасауға болады. Сондықтан ендігі мен бір ойым, мақсатым осы балық шаруашылығын кішкене қолға алсам ба деген ойым бар. Сондай шаралар. Сондықтан міне ауылдың жастарына рахмет, әрдайым осы қандай шара болса да басында жүріп, ауылдың ақсақалдарына рахмет, бізге ақылдарын беріп, әрдайым өздерінің жақсы білген тәжірибелерін айтып, бізді жақсы жолға салып жүрген. Сондықтан мен осы өзіміздің Көкқайнар ауылында туып өскеніме қуанам. Мына Қазақстанымызда әрдайым жақсылық, қуаныштар көп болсын.
солардың бақытына қарап бақытты болып отырмын, бақытты ана танып отырмын, бақытты бәйбіше атанып отырмын. Ағайын жұртыма да қадірім жаман емес әке. Бәрі жеңеше деп, біреу мамалап, біреу апалап, бәрі сыйлайды. Менің алып отырған қуатым, күш қуатым осы 85-ке келіп, осы бала саған арқасы жарығым. Анасы бақытты отбасының баласы жақсы. Ата-ананың разылығын алған ұл мен келін болашақта өз ұрпағына қастерлі болмақ. Ол өмір заңы.